Зайырлылық, зайырлы мемлекет, ұғымы, мәні, сипаты. Зайырлылық сөзінің мәні мемлекеттің діннен, діннің мемлекеттен бейтараптылығы және ар-ождан бостандығы. Зайырлылық сипаты ізгілік пен қажеттілік. Өркениетті елдер зайырлылық дәстүрін таңдауда. Зайырлылық азаматтарға дін мәселесінде еркіндік береді. Дүние жүзінде мемлекеттердің үш түрі бар: теократиялық, атеистік және зайырлы мемлекеттер. Теократиялық мемлекеттің негізгі белгілері: діннің азаматтардың барлығына бірдей міндетті болуы, діни ұйымдардың мемлекеттің саяси жүйесін басқаруда ерекше орын алуы. Діни зиялылар тобы мемлекеттің көшбасшылары болып табылады. Мемлекеттік билік органдарын басқарады, саяси мемлекеттік өкілеттіліктері бар. Діни зиялылар тобы мемлекеттің көшбасшылары болып табылады, мемлекеттік билік органдарын басқарады, саяси мемлекеттік өкілеттіліктері бар. Діни бірлестіктер мемлекеттен шеттетілмеген. Діни ұйымдар мемлекеттік органдардың қызметіне қатысуға құқығы бар, оның қызметіне тікелей ықпалын тигізеді. Атеистік мемлекеттің белгілері: діни сенімдерді жоққа шығару, діни ұйымдарға ресми тыйым салу, діни әдет-ғұрыптардың орындалуын шектеу. Діни адамдардың саяси билікке қатыстырылмауы, білім беру, тәрбие саласы атеистік негізде болуын мемлекеттік қадағалау. Зайырлы мемлекеттің белгілері: діни бірлестіктердің мемлекеттен бөлінуі, діннің саясаттан ажыратылуы. Дін әр азаматтың жеке ісі болып есептеледі. Мемлекеттік білім беру жүйесі мен тәлім-тәрбие беру зайырлы сипатта. Діни наным-сенімнің көксейтіні адамның жеке өмірінің бас бостандығы. Әдеп деген ұғым философияда 20 ғасырдың екінші жартысынан қолданысқа түсе бастады. Кеңестік қоғамда әдеп деген пән болған. Онда гуманизм, адамгершілік басты ұғымдары ар, намыс, ұят, парыз, махаббат, ерлік ұғымдары тағы басқалары қарастырылған.